Достар, әйелдің 4 состояниесі көп естіген шығарсыздар, иә? Әйелдің 4 состояниесі ол қандай болады? Неге бұл 4 состояние керек? Мұсылмандарда неге 4 әйелге дейін рұқсат береді? Және көбінде байқасаңыздар, 4 қыз подружка болады да. 4 қыз жиналып, они дружат просто. Оларды не тартады, оларды не біріктіреді? Себебі әр қызда әртүрлі энергия бар да, біреуінде барлығымызда барлық энергия бар, негізінде осы 4 энергия бар. Любовница, хозяйка, королева және девочка ролі энергиясы барлығымызда бар, бірақ бір энергия басымырақ болады. Мысалға, менде любовница басымырақ болса, или менде хозяйка басымырақ болса, менің құрбымда девочка состояниясы, девочка энергиясы басымырақ, тағы бір қызда королева состояниясы басымырақ. Және осылар бір-бірімен араласқан кезде, қараңыздар, неге көбінде көп адамдар, көп психологтар, энергопрактиктер неге айтып жүр? Әйел адам бір-бірімен араласу керек, құрбылар болып араласу керек, әйелдердің өзінің ортасы болу керек, әйелдер өздері бір жаққа шығып демалу керек. Неге? Мен де үнемі стористерімді салып жүрем, әйелдермен шығып, энергия обмен жасап, энергиямды көтеріп қайттым. Неге? Себебі бізде әрқайсымыздан бір энергиядан басымырақ болады да. Мысалы, менде хозяйка энергиясы басымырақ болса, менің подружкамда королева энергиясы басымырақ, және біз араласқан кезде екеуміз отырып энергия обмен сөйлесіп, сөзбенен, эмоциямызбен араласқан кезде біз бір-бірімізге энергиямен алмасамыз. Түсіндіңіз ғой? Неге бұл рөлдер маңызды? Жарайды, оны түсіндік, энергия обмен болатынын. Енді неге бұл рөлдер маңызды? Қандай қажеттілігі бар, неге біз только хозяйка рөлінде керемет бақытты өмір сүре алмаймыз? Себебі, қараңыз, любовница ол ер адамға энергия береді. Көп байқасаңыздар, измене көп жасайтын ер адамдар успешный болып келеді да, себебі ол ана елден де энергия алады, мына елден де энергия алады. Арамызда, енді біздің арамызда любовница болып жүрген, или екінші әйел роліне көніп жүрген қыздар болса, мен айтатын едім, бұл нәрсе сіздерге өте опасно. Себебі сіз бүкіл энергияңызды, бүкіл ресурсыңызды сол ер адамға беріп тұрсыз. Сосын бізде мына қазақта айтады ғой, қыздық абырой деп айтады ғой. Бұл абырой неге оны сақтаған біздің ата-бабамыз? Неге оған өте қатты маңызды көңіл бөлген? Неге сонша жаңағындай оны ардақтаған, намысы, жаңағындай сол үшін бір-бірін өлтірген, сол үшін жаңағындай қыздарынан бас кешкен? Неге олай? Себебі қыздық қазір барлығымыз только қыздар отыр. Мына жерде мен ер адамдарды өзімнің марафондарыма қатыстырмаймын. Қыздық перде болған кезде бізде жаңағындай невинность болған кезде бізде энергия толық болады да. Түсіндіңіз ба? Мынандай сөзде бар, келіннің аяғынан деген, бір қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін ол әулет, ол отбасы бірден көтеріліп кетеді, бірден бай болып кетеді. Мен өзімде, например, сондай болған. Мен қалай тұрмысқа шықтым? Біз уже машина алдық, үй алдық, үйдің үстіне үй ала бастадық, и біз көтеріле бердік да. Сонда менде энергия өте мощный болған. И қазір менің қасымдағы ер адам да өте успешный еркек деп мен айта аламын. Сондықтан қыздарды энергиясы деген сол. Тағы басқа жаққа кетіп қалдым, кешіріңіздер, что мен сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Енді қараңыздар, неге маңызды? Хозяйка ролі, любовница ролі, королева, девочка ролі. Қараңыз, любовница ролінде әйел адам ер адамға энергия береді. Жақындық кезінде ол энергия береді, ресурсын береді. Сол берген энергияны ол девочка ролінде подарка, сыйлық, ухаживание, забота ретінде ер адамнан алу керек. Түсіндіңіз ғой? Бізде көбінде энергия, любовница ролінде энергия бере алуымыз мүмкін, бірақ девочка ролінде ер адамнан сыйлық сұрай алмаймыз да. Ер адамнан бірдеңе ала алмаймыз. Қымбаттастар, телефон, тағы не ақшалай бір нәрселер алмаймыз да, что анаған жетсін, мынаған жетсін деп ойлаймыз біз.
мына жердегі 5%-ық мемізбен, бірақ бұл сіздің энергияңызды өлтіріп жатыр, сізді ер адамға айналдырып жатыр. Сіз ер адамнан ештеңе алмаған кезде, ешқандай сыйлық сұрамаған кезде, сіз оған мама рөлінде көресіз. Түсіндіңіз ғой? Уже уақыт өтсе, көп қыздар жазады маған, уже күйеуім мені қаламайды, менімен жақындағысы келмейді. Мен айтамын, себебі сен мама рөліне өтіп кеткенсің. Сенің уже энергияң мамаға айналып кеткен. Біз кімге ухаживать ете аламыз? Энергия обменсіз только баламызға. Баламыздың астын жуа аламыз, баламызға тамақ бере аламыз, мейіріміз, махаббатымызды бере аламыз. Безвозвратно, одан ешқандай ештеңе алмай, баламызға бере аламыз. Ал күйеуден алу керек, себебі ол сізден жоғары. Сіз оған энергия беріп, одан энергия, девочка рөлінде сол энергияны алуыңыз керек. Мынандай нәрседе тағы да, сіз спальняға кірген кезде мына хозяйка, девочка, жаңағындай королева рөлдерін бәрін өшіріп тастап, только любовница болу керек та. Ал кухняда барлық рөлді өшіріп тастап, только хозяйка. Ал басқа жерде девочка, да? Потому что мына 4 рөлді ауыстырмаған кезде, сіз үнемі любовница рөлінде жүретін болсаңыз, күштілеп, уже ол надоедает ер адамға. Қараңызшы, просто сіз тәтті суды іше беріңіз, тәттіні жей бердіңіз, 2 күн жейсіз, 3-ші күн жейсіз, уже 4-ші күн құсқыңыз келеді. Сондықтан осы 4 рөлді ауыстырып отыру керек. Любовница рөлінде энергия бересіз, девочка рөлінде оны қайтып аласыз. Хозяйка рөлінде оған ухаживание, забота, тамақ барлығын дайындап бересіз. Королева рөлінде оны қайтып аласыз. Хозяйканы мен түсіндірмей қояйын. Бізде 90% қазақтарда, мұсылмандарда барлығы хозяйка, себебі бізді кішкентай кезімізден миымызға программалап тастады. Сен біреуге жағуың керек, сен біреуге ухаживать етуің керек, сен жұмыс істей алуың керек, сонда ғана жағасың деп, уже біздің миымыз оған программировано полностью. Хозяйка рөлін айтпаймын. Енді королева рөлі қандай? Королева рөлі өзінің бағасын білетін, анау мынау мелочтарға келісе бермейтін, өзінің ойы бар, өзінің жеке пікірі бар, айта алатын, өз бағасын біле алатын, өзіне лайықсыз нәрседен бас тарта алатын, үйде тізесі шыққан гамажбенен ескі 3 жылдық 4 жылдық халатпен жүре бермейтін, жүрмейтін, ол үнемі өзіне ухаживать ететін, өзін бірінші орынға қоятын, өзін жақсы көретін, өзінің ой пікірі бар, өзінің талаптары бар, өзінің сұраныстары бар әйел, ол королева. Түсіндіңіз ғой? Королева рөлінде, королева рөлін қай уақытта қосуға болмайды? Любовница рөлімен қосуға болмайды, және хозяйка рөлімен қосуға болмайды. Кухняда сіз барынша энергия беріп, ер адамды барынша ухаживать етесіз, бірақ демалуға шыққан кезде, ер адамнан демалыс талап ету, бір жерге баруды, арзан анау мынау емес, ер адамның қаншалықты көп сұрасаңыз, ол сізге және сіздің ер адамыңыздың өсуіне соншалықты пайдалы. Түсіндіңіз ғой? Сіз ер адам маған ештеңке бере алмайды, біздің жағдайымыз онша емес, мынаны үй алып алайық, кредит жауып алайық, содан кейін сұраймын емес. Сіз қазір бастасаңыз, именно осы энергия обменді баланста ұстауды дәл қазірден бастасаңыз, уже өзіңіз көре бастайсыз, жағдайыңыз тез жақсыға өтіп, тез көтеріліп жатқаныңызды. Түсіндіңіз ғой? Королева ол өзін бірінші орынға қоятын адам. Королева өзін жақсы көретін, өзін сыйлайтын, жақсы киінетін, стильно киінетін, арзан киімде, распродаждан киім алмайтын адам, өзінің ой пікірі бар, өзінің талаптары бар, өзінің сұранысы, өзінің қалауы бар адам, ол королева. Ал девочка рөлі қандай? Девочка рөлі кішкентай, жеңіл, легкость, ойнайтын, күлімдейтін, барлық нәрсені жеңіл қабылдайтын. Бұл рөлді қай кезде қосу керек? Күйеуіңіз ашуланып тұрған кезде кішкене девочка рөліне кіріп, ойнап, қалжыңдап жасасаңыз болады. Девочка рөлінде ер адам хочет заботиться. Ол өзінің энергиясын біреуге бергісі келеді, біреуге ухаживать еткісі келеді, біреуге бір нәрсе беріп, бірақ сіз девочка рөлінде болған кезде, девочка рөлінде подарок алған кезде, сіз ол жерде де сіз энергия обмен беруіңіз керек. Сізге бір сыйлық сыйлады, қарапайым, просто мороженое алып келіп берді. Сіз қуануыңыз керек, ана жерде. Күшті, мен мороженое жегім келіп жатыр еді. Сені осы үшін сыйлаймын, сен сондай кереметсің. Короче, бүкіл эмоцияңызды бересіз девочка рөлінде.
түсіндіңіз ғой? Девочка ролі эмоция беруге арналған. Күлесіз, қалжыңдайсыз, ойнайсыз, арқасына мініп аласыз, или ойындар ұйымдастырыңыз, отбасыңызбен отырған кезде балаларыңызбен ойындар ұйымдастырыңыз, ойын ойнаңыз, қалжыңдаңыз. Бұның барлығы девочка ролі. Түсіндіңіз бе? Девочка ролінде осындай девочка ролі ер адамға восхищение береді, признание береді. И сол арқылы ер адамнан забота алады, подарка, сыйлық алады. Түсіндіңіз ғой? Кішкентай қыздарыңыз болса қарасаңыздар болады, ол қалай әкесімен отношение жасайды. Менің кішкентай қызым бар, 2-3 жастағы кетіп жатыр. Оның әкесімен отношениесі, папасы ашуланып, басқа нәрсеге ашуланып тұрса да, ана қызды көргенде настроениесі көтеріліп кетті. Сізде дәл сондай состояниеға келуіңіз керек. Ол бірден келе қоймай, ақырындап дамытасыз. Самопрограммирование осы жерде де жақсы жұмыс істейді. Мен девочка рөліне кіре аламын. Мен девочка рөліндемін. Мен жеңілмін, мен воздушныймын. Мен восхищение бере аламын, мен признание, ер адамды признавать ету, оның күшті екенін, мықты екенін, оның талантты екенін, оның жақсы табатынын признавать ету, ол девочка рөлінде. Признавать ету, восхищение беру, энергия обмен болған кезде сіздің отбасыңыз ең бақытты үлгілі отбасыларға бола алады. Осы нәрселерді жасаған кезде. Бұл басында кішкене қиындау көрінуі мүмкін, бірақ мына жердегі 5% мидан сіз мына жердегі 95% миға ауыстыра алған кезде, күнде жасай ауыстыра алған кезде, ол уже сізде автоматически өзіңіз сондай состояниеден оңай ғана ауыса алатын боласыз. Басында қазір мен мына состояниеде, мынада постельге барғанда мен любовница болуым керек, кухняға барғанда хозяйка болуым керек, мен көшеге шыққанда, магазин аралағанда мен королева болуым керек деп саналы түрде өзіңізді бағыттауға тура келеді. Уже сіз мына жаққа кіргізіп алған соң, уже ол автоматически жұмыс істейтін болады. Сондықтан қазір жаңа жыл қарсаңында жаңа уровеньге өтуге, өміріңізді өзгертуге өте керемет мүмкіндік. Берілген техниканы қайта тыңдаңыз. Себебі сіз қайта тыңдаған кезде біздің миымызда бір фильтрден алынып тұрады да, уже сіз бүгін тыңдаған сабағыңыз, дәл осы сабақты бүгін тыңдадыңыз, ертең тыңдасаңыз, уже тағы бір жаңа информация осы сабақтан ала аласыз. Сондықтан әр сабақты 5-6 реттен қайта тыңдаңыз. Мен өзім бір тренингтен өткенде, бір курстан өткен кезде, психологиялық оқулар кезінде мен обязательно конспект жазамын, обязательно 5-6 рет тыңдаймын. И мен сол марафоннан барынша, тренингтен барынша бәр нәрін сығып алуға тырысамын да. Сондықтан мен қайта тыңдаймын. Бұл сіздің миыңыздың, біздің миымыздың құрылысы сондай. Сіз тыңдаған кезде, бір тыңдаған кезде басқа информация естесіз, екінші тыңдаған кезде бір фильтр алынып тастайды, уже басқадан, уже жаңадан бірінші рет тыңдап отырғандай әсерге бөленесіз. Сондықтан қыздар қайта тыңдаңыздар.